YouTube'да не істесең де өзің сүйіп істейтін істі жасаңдар деген осы сөз хит болып жүр қазір. Қарапайым көрінгенімен осы жерден көп каналдар қате жібереді. Көрермен көбінесе үлкен каналдарды таңдайды, видеосын көреді және сіздің каналыңызды кейінге қалдырады, тіпті ұмытып та кетеді. Міне, YouTube'тың алгоритмінің айналдырудың кішігірім, бірақ мықты тәсілі осы. Қай видеолары атқан, қай видеолары көп қаралым жинаған, қай видеолары ең төмен қаралым жинаған, неге атпай қалған. Сәлем достар, біз бүгін YouTube'та тез өсуге, каналды дамытуға және табыс табуға көмектесетін ең маңызды тақырыптардың бірін айтатын боламыз. Ол бәсекелестікті, яғни қарсыластарды зерттеу. Дәл сол, сізге ұқсас арналар не істеп жатыр және сіз алдағы уақытта не істейсіз. Қарапайым көрінгенімен осы жерден көп каналдар қате жібереді. Неге маңызды? Егер сіздің қарсыласыңыз үлкен канал болатын болса, ол канал салатын уақытта сіз ешқашан видео салмаңыз. Неге десеңіз, қарапайым бір мысал, бір көрерменді алайық, ол каналға да сіздің каналыңызға да жазылған. Енді сіз видео салдыңыз, ол видео салды, енді не болады? Көрермен көбінесе үлкен каналдарды таңдайды, видеосын көреді және сіздің каналыңызды кейінге қалдырады, тіпті ұмытып та кетеді. Сондықтан бәсекелес каналыңыз, яғни қарсылас каналыңыз сағат 5-те видео жүктейтін болса, сіз 4-те, яғни 1 сағат бұрын видео жүктеңіз. Нәтиже, алгоритм сізді бірінші байқайды және видеоңыз жайлап қарқын ала бастайды. Сосын қарсылас каналыңыз видео салған кезде, ол видеосының қасында ұсынылған ретінде сіздің видеоңыз шығатын болады. Міне, YouTube'тың алгоритмінің айналдырудың кішігірім, бірақ мықты тәсілі осы. Контент таңдау. Бірақ оған дейін дұрыс контент таңдадыңыз ба? YouTube'да не істесең де өзің сүйіп істейтін істі жасаңдар деген осы сөз хит болып жүр қазір. Сіз бір істі сүйіп істеуіңіз мүмкін, бірақ ол YouTube'да өтпеуі де мүмкін. Яғни, бұл сөз YouTube'да жүрмейді. Мысалы қалайық, сіз монтаж жасауды жақсы білесіз және скрипкада ойнай аласыз, жақсы ойнай аласыз. Сіз скрипкада ойнағанды сүйіп істейсіз. Сіз сол скрипка туралы видеоларыңызды түсіріп, YouTube'да жақсы танымал болып кете алмайсыз және одан ақша таба алмайсыз. Ал бірақ жаңағы монтаж жасаудан контент жасап салатын болсаңыз, сіз одан ақша таба аласыз. Неге? Өйткені скрипканы Қазақстанда үйренетін және ол видеоларды көретін адамдардың саны өте аз. Сондықтан сүйген ісіңіз емес, бірінші YouTube'да сұранысы бар видеоларды жасаңыз. Сүймесеңіз де жасап көріңіз, оны егер жек көрмесеңіз болды бастысы, өйткені табыс әкелген сайын сіз ол істі жақсы көре бастайсыз. Қазір үлкен каналдар, мысалға, өзі жақсы көрмейтін нәрсе болса да, о нәрсені істеп жатыр. Өйткені оның обложкасын істейтін біреу бар, монтажын жасайтын біреу бар, ал ол канал тек өзін камераның алдына қойып, өзінің контенттерін жасап жатыр өйткені. Алдағы уақытта да сіз жақсы көрмейтін нәрсеңізді жақсы көріп кететін боласыз. Бәсекелес талдауы қалай жасалады? Мысалы, сіз өз бағытыңызды таңдадыңыз, каналды жаңадан ашсаңыз да, немесе бұрынғы каналыңызды жүргізсеңіз де. Енді сол таңдаған бағытыңыз бойынша, нишаңыз бойынша алда келе жатқан топ мықты каналдарды ашып экранға қойыңыз. Қай видеолары атқан, қай видеолары көп қаралым жинаған, қай видеолары ең төмен қаралым жинаған, неге атпай қалған. Ол видеолардың тақырыбын, обложкасын, сипаттамасын барлығын көріп, бір параққа жазып алыңыз. Неліктен видеосы өтті, неліктен видеосы өтпей қалды, барлығын қарап шығыңыз. Осылайша сіз өзіңіздің стиліңізді қалыптастыра бастайсыз. Ең басты нәрсе олардан көшіру емес, өзіңіздің стиліңізді сондай видеоларға қосу. Яғни, мен бір видеоларды көріп отырып, ішінен мына жерін мен бұдан да күшті етіп жасай алатын едім деген сияқты нәрсені қосу. Солай видеоларды жетілдіру арқылы өзіңіздің ерекшелігіңіз, стиліңіз қалыптасады. Канал құру мен SEO. Канал ашқан кезде де бәсекелестерді қарап жүру керек. Олар қандай теги қолданып жатыр, қандай тақырып жазып жатыр, сипаттамасын қалай толтырып жатыр, бәрін бақылауда ұстауыңыз керек. Сол бағытта өзіңіздің стиліңізді жазып, SEO жұмыстарын өз каналыңызда жасауыңыз керек. SEO бұл көрінбейтін күш. Дұрыс теги қолдансаңыз, дұрыс сипаттамалар, атауларды қолдансаңыз, сіздің көрермендеріңіз де олардың қарсылас каналдардың көрермендері секілді көп болады.
Уақыт пен тұрақтылық. Кейін видео салдыңыз делік каналыңызға. Алғашқы 3-4 сағат өте маңызды. Анализ жасаңыз. Кімдер басып көрді? Орташа көру ұзақтығы қанша? Thumbnail көз тартарлық па? Егер нәтижеңіз әлсіз болатын болса, бірден қай жерден қателік кетті, бірден тауып, соның шешімін табыңыз. Барлық нәрсені YouTube-тан іздеуге болмайды. Кейде қателік өзімізден. Бір істі жүйелі бастау табыстың көзі. Мысалы, сіз күнделікті, апта сайын сенбі күні сағат 5-те видео саласыз делік сізді. Енді осы уақыттан айнымау керекпіз. Аптасына сенбі күні сағат 5-те видео салып отыруымыз керек. YouTube сізді солай тани бастайды. Сіз сенбі күні сағат 5-те видео салған кезде YouTube-тың алгоритмі, біздің автор келді деп қарайды. Бірақ кейде, мысалға, аптаның тек бір күнінде салды делік, бірінші күн, екінші күн, үшінші күнге шейін уже алгоритм жай төмендей бастайды. Сол кезде сіз сәрсенбі күні немесе сейсенбі күні тағы бір видео жүктеп көріңіз. Егер ол видеоңыз жақсы қаралым жинап, көрсеткіш көрсете бастаса, YouTube-тың алгоритмі, мына не болды деп, уже сіздің каналыңызды тағы да зерттей бастайды. Бұл арнаны алға жылжытатын табиғи триггер. Мотивация, реализм. Шындықты айтайық. YouTube-та кейбір каналдар 20 видео салады, өтпей қалады, одан кейін қойып кетеді YouTube-та. Бірақ әрбір канал өзінің бірінші қателіктерін ашып көрмейді. YouTube-тың алгоритмін кінәлай бермей, кінәні бірінші өзімізден іздейді. Өйткені YouTube-тың алгоритмі шын негізінде бұл әділетті. Сапалы, тұрақты, пайдалы, жүйелі контенті бар каналдарды YouTube бәрібір ұсынады. Сен 6-12 ай бойы тұрақты жұмыс істесең, YouTube-тың алгоритмі уже сіздің каналыңызды тани бастайды. Бір жылдың ішінде-ақ сіз орташа жалақыны таба бастайсыз. Ойланыңызшы, біреу бір мамандықты 4 жыл бойы оқиды, 1 жыл бойы жұмыс істейді, 5 жылдан кейін барып жұмыс істеп, ол айлығын таба бастайды. Ал сіз YouTube-та 1 жыл тұрақты түрде жұмыс жасасаңыз, 1 жылдың ішінде сол табысқа жете аласыз. Қорытындылайық. Сондықтан досым, контент таңдауда реалист бол, бәсекелестеріңді зертте, YouTube-ға жүктейтін уақытыңды дұрыс таңда, анализ жаса және тәртіпті бол. YouTube бір күнде нәтиже бермейді. Бірақ сен тұрақты бола білсең, бір күні нәтиже міндетті түрде келетін болады. Жай ғана тоқтама. Егер видео пайдалы болатын болса, пікір қалдыр, достарыңмен бөліс, лайк басуды ұмытпа. Жаңа сабақтар мен жаңа тәжірибелер алдағы видеоларда болады. Келесі видеода кездескенше. Бұл Мәке блог YouTube-та дамудың жолдарын көрсететін канал.